Суыр. Суыр ең сүйкімді аң. Оның басы жалпақтау, тұмсығы доғал болады. Суырдың түсі сарғыш немесе сарғыштау сұр болып келеді. Суыр әр алуан балауса шөптермен қоректенеді. Оларды терісі мен майы үшін аулайды. Суырдың майы ем ретінде қолданылады. Оқушылар, енді тірек сөзді тауып көрейік. Суыр сүйкімді аң. Бұл сөйлемде ең негізгі ақпарат сүйкімді. Сол себептен сүйкімді сөзі тірек сөз болып табылады. Оның басы жалпақтау, тұмсығы доғал болады. Бұл жерде басы мен тұмсығы туралы айтылғандықтан екі сөзді тірек сөз қылып алуға болады. Суырдың түсі сарғыш немесе сарғыштау сұр болып келеді. Бұл сөйлемде суырдың түсі туралы айтылғандықтан түсі сөзі тірек сөз болып табылады. Суыр әр алуан балауса шөптермен қоректенеді. Бұл жерде балауса шөптермен деп айтып тұрғандықтан балауса деген сөзіміз біздің тірек сөз болады. Олардың терісі мен майы үшін аулайды. Оларды терісі мен майы үшін аулайды. Яғни бұл жерде терісі, майы сөзі тірек сөз болады. Суырдың майы ем ретінде қолданылады. Ем. Енді балалар осы тірек сөздерді пайдаланып, мәтіннің мазмұнын айтып көрейік. Суыр сүйкімді аң. Оның басы жалпақтау, тұмсығы доғал болып келеді. Суырдың түсі сарғыш немесе сарғыштау сұр. Ол балауса шөптермен қоректенеді. Адамдар оны терісі мен майы үшін аулайды. Суырдың майын ем ретінде қолданылады. Оқушылар, енді осы тірек сөздерді пайдаланып, мәтіннің мазмұнын жазып көріңдер. Суыр сөзіне дыбыстық талдау жасаңыздар.